не деп бастайтын едім сөзімді? Бәріңе сәлем достар, және сіздермен Angels каналы, оның Жақтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Angels каналы және де оның мүшесі мен Мөлді. Достар, бүгін біз сіздермен бірге пицца челлендж орындайтын боламыз. Яғни оны мен бір өзім түсірмеймін, менің сіңілім Гүлнұр екеуміз түсіретін боламыз. Гүлнұр. Екеуміз бүгін пицца челлендж түсіретін боламыз. Яғни ол үшін біз заттарды таңдап алдық. Оған керекті 10 зат бар. Осы 10 затты біз кезіктің кезек осы қағаздарға жазу арқылы. Ал кім бірінші жасайды? Жоқ, мынандай қошыл. Сөйлейпа. Гүлнұр бастайды бірінші. Кішкене құттайық болу керек. Бәрісіне біреу қалып қойды. Ешкім құттайшын. Ал біреу таңдай сал. Біз де нәтижесін жазып алдық қой. Жазып алдық, басында істейміз ойладым. Жоқ, қайтарсың. Қосыңыз нәрсе сондай. Бәрі болатын, бәрі жіберді. Жаз. Қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Болды жақсы. Барлығын нәтижесі өз басында істеп тұрады. Біз кетчуппен майонезді бірінші алып аламыз. Негізі пицца челленджді ондай қатты қарамайды екен. Кімді қолдарын қарайтын? Иә. Болды, саған көп болып бітті. Сені жалмай өткіш. Енді одан жағамыз. Біз айтпасақ осындай қамыр кішкентай қылып алдық, себебі оның барлығын бәрі біз жемейміз. Міне. Мен асып жауып отырмын. Көп болмады. Сен газ болды. Енді точно таңдайды көміртін. Да? Колбаса. Ужас. Колбаса. Маня, тежешь меня. Жақсы бастап келеді. Сол. Саған колбаса қалмай қалды. Маған хотя бы сыр түссе екен. Сахар. Ужас. Нұқты әзілдік. Қасықпен өсіз. Мә, дұрыншы жемей ғой. Мен тәлеймін. Мен. Садақ. Саған Мен тек қана гүлнің зат пиццаны жете сияқты ғой. Фу, бәрі. Бәрі жаман көріп сәтісті ғой. Мені біреуі. Ол түйке Пияз. Пияз. Хорошо, Валерий. Ты нас посмотрел. Все, что? Пияз. Маған хотя бы бірден келіп түсті жақсы. Я. Не знаю, пицца пияжан. Салынады. Мақырмей. Помешал пияжан. Не, не, конечно. Пияз кесіне. Мен кіртері ажасы болып жатыр. Ужас. Болды көңілше. Әкел, ал ұстайшы, күсен ағыстан жұтсын. Қаймақ. Қасық. Қымақ өрейін. Жоқ. Оды ол. Қанша жыл алды? Мен ұралдым. Ужас. Аямай салғат. Есімді бәрбім жамай. Крыс. Крыс. Унитарий вообще не сел, потому что это запахма. Әсіресе. Бірақ нормально бастап өтіне. Салға. Келесі сеанс. Алма. Бар, маған вообще күшті түсіп жатқан жоқ. Мен какой-то пирож запар сияқты. Далее идем. Температура түсінбейді. Варенье. Сыр. Мен айтқан затын үсті баған етемін, сыр түскенде.
Makasih banyak. Ini sama berat terus. Ini kali. Oke. Еще один чемодан. Ой. Кулик вообще думаю, точно пицца с вами. Купи купи салшиш. Кто гулек что не сал? Не. Я на нал. Достар, қараңыздар, менің пиццам, ал мынау Гүлнұрдың пиццасы. Негізінде Гүлнұрдікіне қарағанда менікі әдемі. Қазір осы пиццаны 180 градусқа салатын боламыз пешке. Сосын бізде қандай пицца жасалған. Мен бірақ қазірден бастап уже вообще дәмін көрмей тұрған жоқ. Алма қосылған менде. Алма сосын секер қосылған. Ужас. Мен оны вообще жемейді сияқты. Қай көреміз енді. Көреміз, сосын бір-біріміз дәмін көреміз. Кімдікі жақсы шыққан. Сонымен достар, біздің пицца пісті. Міне осылай болып шықты. Мені кәдімгідей алмам қурап кеткен сияқты болып тұр. Ыстық болып тұр, мен жаңа алдым. Мен кәдімгі нормальный пицца қосылған. Гүлнұр кәдімгідей күшті пицца сияқты болып тұр, бірақ одан варенье қосылған, сосын қаймақ қосылған. Ал енді бісміллә деп көреміз. Бісміллә. Перед ним сидамыз. Айта берші. Жинала кетеді. Ужас. Неше дейпін? Осымен алшы. Сәлемді. Олысың. Міне, бұнға мен біреуден бұнға берді. Ай, қорғансың. Болды, енді жек көреміз. Струменька. Мен деген жерде кәдімгі пиццамға ұнамайды бәрі ортасына. Сонымен қорытындылай айтайын дегенім. Менікі вообще жеуге болмайды деп. Я вообще жеуге де келмейді болды. Тәтті топ кетті, сахар мен көп жеген ба. Ал Гүлнұрдікі нормально, бірақ оның вареньесі ортасында кішкене шетін болса жеуге болады. Бірақ варенье дәмі қатты құртып тұрған жоқ. Мен әлі вареньесі жеген жоқпын. Бірақ әйтеуір менікі өте жаман болып шықты деп айтсақ болады, Гүлнұрдікі жақсы болып шықты. Гүлнұрдікі жеуге болады, менікі жеуге жарамсыз. Екеуінің арасында таңдайтын болсаң, менікі Негізі екеуі жақсы емес дәмі. Себебі әртүрлі заттар араластырғаннан кейін кәдімгідей дәмі өзгеріп кетеді екен. Сондықтан Гүлнұрдікі жақсырақ менікіне қарағанда. Бірақ күшті емес. Осы челленджде Гүлнұрдім. Және де достар, егер менің сырыммен тағы да видео түсіремді көргілеріңіз келсе, қандай видео түсірейік, соны комментария қалдырып кетіңіздер. Және де осы видео ұнаса, әрине лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Эмрос каналы, және де оның мүшесі мен Мөлдір, және менің ісімім Мөлдір. Сау болыңыздар.